Бүгін Миғраж түні. Бұл түнді құр өткізгісі келмеген мұсылман түнде тұрып үйінде 12 рәкағат нәпіл намаз оқиды. Оның оқылу тәртібі төмендегідей. Бірінші, ниет 12 рәкағат нәпіл намаз оқитындығына ниет етеді. Екінші, 12 рәкағаттың әр 2 рәкағатын сәлеммен аяқтап, осылайша 2 рәкағаттан бөліп оқиды. Үшінші, әр 2 рәкағаттың біріншісін әдеттегідей сәні, әғузу бисмиллямен бастап, одан соң Фатиха мен Зам сүресін оқиды. Екінші рәкағатында тек бисмилляны айтып, Фатиха және Зам сүре оқылады. Төртінші, кез келген білетін сүресін оқи алады. Бесінші, 12 рәкағатты оқып болғаннан соң қолына тәсбихін алып. Алтыншы, 100 рет Субханаллах, уәлхамдулиллах, уә ла иләха иллаллаху уаллаху әкбәр. Жетінші, 100 рет Астағфируллах. Сегізінші, және 100 рет Аллахумма сали ала сайдина Мұхаммад, не басқа білетін салауатты деп салауат айтады да, қолын жайып, Аллаға дұға етеді. Тоғызыншы, дұғасында дүние ақыретіне керекті қалаған нәрсесін Алладан сұраса болады. Сондай-ақ қазіргі таңдағы болып жатқан сынақтардан аман есен өтуімізді тілегені жөн. Оныншы, бұдан бөлек қосымша Құран оқып, қаза намаздарын өтесе де артықтық етпей. Алла тағала осы түні жасайтын құлшылықтарыңызды кем-кетігімен қабыл етіп, хадисте айтылғандай 100 жылдық құлшылықтың сауабын жазғай. Көпшілік көруіне себепші болғыңыз келсе, лайк басып пікірге уақытыңыз болса, әлхамдулиллах сөзін жазыңыз, Аллах разы болсын.